Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, дәмді болып шығатын картофельден тіске басарлардың рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Видеоны маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға картофелімізді турап салып, дайын болғанша отқа қоямыз. Дайын болған картофельдерімізді сәл суытып, ыдысқа салып, үстіне үкіштен өткізілген сыр, тұз, бұрыш және көк жуа немесе укроп қолдануға болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша және специяларды, дәмдеуіштерді қосып жасай берсеңіздер болады. Енді арнайы езгішпен картофельдерімізді жақсылап езіп алатын боламыз. Мінекей, біздің картофельдеріміз дайын. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз жақсылап араластырамыз. Үстіне 20-25% қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді үстіне 3-4 ас қасық ұн саламыз. Және тағы түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей, массамыз осындай қоймалы жың болды. Енді тақтайшаның бетіне пищевой пленканы қойып, қолымызда сұйық маймен майлап жібереміз. Және 1-1,5 ас қасықтан картофелімізді алып, дөңгелек пішінге келтіреміз. Мінекей, барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге жазып қалдыратын боламын. Мінекей, барлығын жасап, дайындап алдық. Енді табамызды отқа қойып, май құямыз, және де картофельдерімізді малып алып, ақырын отта қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей, қызарған картофельдерімізді келесі бетіне аударамыз. Ақырын отта пісіруді ұмытпаймыз. Мінекей, осылайша қып-қызыл етіп пісіріп ала беретін боламыз. Міндетті түрде тарелканың бетіне салфетка қойып, сол салфеткаға орналастырыңыздар.
дәл осылай қайталап барлығын ақыр нотта пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің картофелдеріміз әдемі болып пісіп шықты. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Менің арнамнан оңай әрі тез жасалатын рецепттерді үнемі көріп отыру үшін арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.